Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сыныпқа арналған сабақ. Сабақ тақырыбы: ойын жағдайларында допты ыңғайлап алу техникасын орындау. Сабақтың мақсаты: қозғалыс белсенділігіне байланысты қиындықтарға төтеп беру және қауіпке жауап қайтару қарапайым дағдыларын дамыту. Денсаулықты нығайтуға арналған әртүрлі дене жаттығулары контекстінде қауіп-қатерді анықтау. Жетістік критерийлері: қимыл қозғалыс комбинацияларын реттілікпен орындайды. Сабақ барысында көрсетілген жалпы дамыту жаттығулар легін осы сурет бойынша әр таңертеңгілікте орындауларыңызға шақырамын. Допты бір-біріне беруді біледі, ойын ережесін түсінеді. Ойыншылар екі қатарға тұрады. Бірінші қатардағы оқушылар допты аяқтың ішкі жағымен беріп тұрады, ал екінші қатардағы оқушылар доптың аяқтың сыртқы жағымен беріп тұрады. Осылайша бірнеше қайталаймыз, әр аяқпен 10-15 рет кемінде. Бұл суретте келтірген жаттығулар легінде үй жағдайына қарай, мүмкіндіктеріне қарай орындап шығамыз. Допты ойынға қосу: шабуылдау және кеудемен қабылдап, аяқтың сырт жағымен тебу әдістері. Допты беруде меңгерген әдістермен бір орында және қозғалыста орындалатын әртүрлі жаттығулар жасау және допты пайдалану арқылы жасалатын жаттығулар. Допты лақтырып ойынға қосу. Доп бұл қолмен рұқсат етілген жалғыз техникалық тәсіл. Допты лақтырып ойынға қосу қимылының құрылымы көп жағдайда футболдың ережесінің талаптарымен анықталады және қатты қиындық тудырмайды. Алайда допты алысқа лақтыру үшін 25-30 метр арнайы дағдымен белгілі бір дененің иық пен қолдың күшін қажет етеді. Допты лақтырғанда және басты қалыпта тұратын ережелері төменде келтірілген оқып танысып шығамыз. Және де осы тура және түрлі бағыттар бойынша доппен қозғалуды үйретуге арналған икемдеуші жаттығулар жүйесін төменде келтірілген ережелерді сақтап, үй мүмкіндіктеріне қарай, жағдайларына қарай орындап шыққандарыңыз жөн. Келесі кезекті төменде көрсетілген бейнероликке береміз. Үй тапсырмасы: сабақта баяндалған жаттығулар легін үй жағдайында мүмкіндікке қарай орындап, негізгі әдістерін ұғыну. Зейін қойып қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.